Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода осы тұрған тауарлардың барлығына распаковка жасайтын боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, менің жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Кеттік. Төбесінде бірінші болып тұрған товардан бастап ашып көре берейік. Некенежеде бірінші болып тұрған товар ол мынандай микрофон. Микрофонның бағасы небәрі 330 теңге. Өте арзан. Сапасын өздеріңіз бақылай кетесіздер. Өйткені сіздерге видео түсіру үшін алған болатынмын. Менің даусым сіздерге анырақ естілу үшін. Келесі товар бізде бұл. Ашып көрейік. Қандай екен, қандай товар екенін өзім де білмеймін, бұл жерде қандай товар бар екенін. Қазір сіздерге ашып көреміз. Мінекей ішінде қыздарымызға арналған невидимкамыз. 42 штукқа заказ берген болатынмын. Прям әртүрлі түсінен, әртүрлі размерінен заказ берген. Ашып көреміз. Мінекей. Мына жерде прям әртүрлі. Ішінде неше түрлілері бар. Қыздарға бұндай заттар артық болмайды, бәріне керек. Бағасы небәрі 920 теңге. Қазақстаннан тек 12 штугын ғана мен 12 теңгеге көрген болатынмын. Оның қасында мына жерде 42 штук. Ішінде де неше түрлері бар. Пар менде мінекей. Өзіме ұнады бұл товар. Көңілімнен шықты. Енді фотода қалайды, тура солай келген. Кеттік. Келесі товарды ашып қарайық. Келесі товар бізде қандай зат екен? Бұл бізде мини LED лампа. Фотоға түскенде жарық беріп тұратын лампочкаға заказ берген болатынмын. Бағасы небәрі 530 теңге. Салмағы прям көп тартпайды. Салмағымен примерно бір 700-800 теңгеде шығады. Товардың комплексінде зарядный устройствосы, инструкциясы барлығы бар. Қазір сіздерге осы товардың, негізі соткаңызға қыстырып қоясызды, и фотоға, видеоға түсіре бересіз, прям качествосын жақсартып. Неге арт жағында қосатын кнопкасы бар. Соны басып, светін қосып аласыз, телефоныңызға қыстырып қойып, қалаған видеоңызды, фотоңызды жақсы сапада түсіріп аласыз. Өзінің 3 түсі бар. Мінекей 1, 2, 3. Келесі товар бізде бұл ұлдарға арналған іш киім. Мінекей упаковкасымен, упаковкасында 3 штук. Осы 3 штуктың бағасы 720 теңге. Мінекей 2 размерінен заказ берген. 3-4 жастағы балаға. Мына мінекей екінші түрі. Біреуі Человек-паук, біреуі в тачке. 2 түрлі заказ берген. Суретті тура қандай, тура сондай салып жіберген. Мінекей матасы жұмсақ, тігістері ровный, еще ешқандай жерінен жіпте тачтеп тұрған жоқ. Сосын андай китайский товардың иісі жоқ. Келесі товар бізде мына жерде, қазір ашып көрейік. Бұл бізде менің 4 жастағы балам арналған тройка. Сумкасымен, шалбарымен, кофтасымен тройка заказ берген болатынмын. Мінекей сумкасы. Мен ойлағаным кішкентай екен. Сумка. И матасы да жұқа. Енді бұл тройканың бағасы бізде 2100 теңге. Яғни осы джинсы, шалбары, кофтасы, сумкасы барлығының бағасы бірігіп 2100 теңге. Плюс весі бар. Весіне бір 400 грамм деп есептейік. Енді весімен примерно бір 3500 теңгеге шықты бұл тройкаменде. Мінекей шалбары. Шалбарында тоже китайский запах жоқ. Джинсидің матасы жұқа. Қалың емес джинсиға заказ берген болатынмын өстіп өзіме. Сосын қазір кофтасын көрсетейік. Тоже джинсидің тігістерін барлығы нормально, ровно. Ешқандай жерінде тачтеп тұрған жоқ.
мына кофтасын көрейік. Так, мінекей мына кофтасы. Мінекей алды. Артында мына динозаврик. Не ойлағанмын, жай ғана андай наклейка сияқты, сондай жазым нет. Кәдімгі вышивка. Сосын тоже ешқандай запах жоқ, китайский товардың. Тігістер тоже ровный. Ешқандай тартып тұрған жібі жоқ. Сапасы енді көңілінен шықты, прям күшті. Суретте қандай тура сондай болып келді бұл товар. Келесі товар бізде мынандай жасанды тіс. Уже екінші рет заказ беріп тұрмыз бұл тістерге. Жасанды тіс жасайтын там капсула димани дейді, енді нақты білмеймін. Артында қағазында инструкциясы бар, қалай жасау керек екені. 20 миллиграммдыққа заказ берген болатынбыз. Оның алдында 10 миллиграммдыққа заказ бергенбіз. Осы жолы 20 миллиграммдыққа заказ бердік. Келесі товар бізде бұл сестренкамның оларына арналған двойка. Мінекей не жерде біз қандай размерге заказ бердік, тура сол размерді салып жіберген продавец. 2 штук заказ жасаған болатынбыз. Біреуі 130, біреуі 120. Некені 130-ның үстіңгісі кофтасы суретте тура қандай болса, тура сондай. Матасын тігістері де жақсы, ешқандай жерінде жіп тартып тұрған жоқ. Еще китайский товарлардың бір иісі шығып тұрған жоқ. Сапасы күшті, керемет, өзімізге ұнады. Некені астыңғы жағындағы тігістері де ровный, ешқандай жерінде жіп тартып тұрған жоқ. Көңілімізден шықты бұл товар бізде. Мінекей мынау бізде двойканың шалбары тоже өте күшті, матасы бәрі жақсы. Прям ұнады. Мінекей тоже тігістері бәрі жақсы. Фотода қандай тура сондай болып келді бұл товарлар бізде. Көңілімізден шықты. Мінекей мынау екіншісі, жаңағы 120 размер заказ берген. Мінекей ожидание и реальность. Бұл двойканың бағасы 2780 теңге. Келесі товар бізде мынау женский блузка мен юбка, мынандай қағазмен берген, кейін асықпай аударып аларымыз. Так, мынау блузкасы, юбкасы мен двойка. Мінекей мынау. Так, матасы шифон. Фотода қандай болса тура сондай болып келген. Так, бұл двойканың бағасы 3310 теңге. Енді плюс доставкасы бар. Енді общий товармен келгендіктен мен нақты весін білмеймін. Бұл товарлардың примерно бір 200-300 грамм. Енді весіне примерно 700 теңге. Сонда 4000 теңге болып тұр. Бұл товардың общий бағасы. Матасы бәрі жақсы, тігістері ровный, китайский товардың иісі жоқ. Өзіме қатты ұнады. Көңілімнен шықты бұл товар. Мінекей мынау осы юбканың тігістері прям жақсы, ровный. Мінекей келесі товар бізде мынау мужской футболка мен шорты. Мінекей. Так, 3XL-ға заказ берген. Тура сол размер салып жіберген. 3XL-ді қандай түсіне заказ бердім, тура сондай түс. Фотода тоже ожидание реальный совпадает. Бұл жерде де фотода қандай болса, тура сондай болып келді. Матасы жұқа, прям киюге, жазда киюге прям самое то. Мінекей тігістері бәрі жақсы. Так, бұл шорты мен футболканың бағасы 1589 теңге. Салмағы прям ауыр емес, примерно бір 100-200 грамм. Весімен примерно бір 1800 теңгедей болады. Бұл жерде размерді продавецке бойын салмағын жазып сұрап білдім. Қандай размер заказ беру керек екен. Қандай размерді айтты, тура сол размерге заказ бердім, тура келді. Келесі товар бұл менде аяқ киім болу керек. Ылма аяқ киім заказ берген болатымын. Мінекей. Міне. Фотода қандай тура сондай аяқ киім келді. Сапасы прям күшті, өзіме ұнады. Прям керемет аяқ киім. Бұндай аяқ киімдер біздің жақта 7000 теңге. Ал мен бұл жерде бұл аяқ киімді
небәрі 1980 теңгеге алдым бұл аяқ киімді. Енді салмағына 1,5 теңге деп есептейік. Сонда бұл аяқ киімнің бағасы небәрі 4,5 теңге. Келесі товар бізде бұл развивашка бар болу керек. Развивающий ағаштан жасалған ойыншыққа заказ берген болатынбыз. Ішінде 8 штук па 9 штук па сондай болу керек. Қазір ашып көреміз қанша екенін. Қазір ашайық. Ағаштан жасалған развивашка ойыншықтар мінекей. Так, мынау міне біріншісі. Сынбай жақсы келген. Екіншісі мінекей. Бірақ размері біз ойлағаннан бір сәл кішкентайлау болып келген. 1 мен 2. Үшіншісі нормально, прям жақсы. Күшті келді. 4-ші, мінекей 5-ші. Сапасы енді бұл ойыншықтың прям мықты көрініп тұр, прям мықты ағаштан прям жасалған екен. Бұл товардың бағасы бізде небәрі 1980 теңге. Бұндай товар бізде өзіміздің қаламызда бір қана ойыншық, біз көрген бірінші шыққан ойыншық бар ғой, соны ғана біз 1800 теңгеге көрген болатынбыз. Оның қасында мына жерде 8 штук 1900 теңгенді. Салмағына да не жерде прям көп емес. Примерно салмағы 1 килограммдай болады. Мінекей осындай 8 штук развивашка. Бәрі прям күшті болып келген. Сынбай келген, прям жақсы. Өзіме ұнады. Бұл товарларды біз 9 мартта заказ берген болатынбыз. 23 күн дегенде қолымызға алдық. 23 күнде келді бұл товарлар. Бұл товарлардың барлығын біз хит карго арқылы алдырған болатынбыз. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай ешқандай товар бүлінбей, сынбай, майыспай келген. Сол үшін хит карго ұжымдарына прям үлкен алғыс. Өзім сол каргоны прям советую, өте сенімді карго. Товарлары 10, 15, 20, 25 күнде келеді товарларыңыз. Осы видеоның описаниясына сол хит каргоның инстаграм парақшасын, номерін бәрін жазып қоям, сол жерден алсаңыздар болады. Өзіме осы карго қатты ұнайды. Кері байланысы прям жақсы. Үнемі сұрағыңызға жауап береді. Инстаграмда да, ватсапта да. Сосын астеншка сайттары бар. Товарыңызды бақылап отырасыз. Не товарыңызды уақытында алып отырасыз. Егер де осы видео сізге пайдалы болған болса, ұнаған болса, осы видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, менің жаңа видеоларымды бірінші болып көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.